Қазақстан Халқы Ассамблеясы тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай түрлі шаралар ұйымдастыруда, соның ішінде әсіресе этнос өкілдерінің қатысуымен қайырымдылық істерге басымдық бермек. Елдегі қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді нығайту мақсатында құрылған ассамблея бүгінде татулықты ту етіп, игі бастамалардың ұйытқысы болып жүр. Алғыс айту күнінде басталған қайырымдылық істер марафоны ізгілікті шараның бірі. Мұқтаж отбасыларға көмектесіп, қолдау мақсатында қолға алынған жалпы ұлттық жоба жыл бойы жалғасады. Игі бастамаға жергілікті меценаттармен қатар өзге ұлт өкілдері де белсене атсалыспақ. Сасқанға сая, панасызға пана болған сыр елінде бүгінде 35-ке жуық этнос өкілі тұрады. Олар қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, қайыстың болмасын қасынан табылуға әзір. Этномәдени бірлестіктің өкілдері бар, мекеме басқарып отқан ұжымдар. Сол ұжымдар осы қайырымдылық бағытындағы іс-шаралар жоспарына сәйкес биыл жүйелі жұмыстарды ұйымдастыру жоспарымызда бар. Сонымен қатар арнайы сайт, мобильді қосымша республика көлемінде іске қосылу жоспарланып отыр. Соған сәйкес біз халықтың әлжуаз тобын облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасымен бірлесіп сол қосымшаға ұсынамыз. Бір рет көмек алған азамат екінші рет қайта алып кетпеу үшін жаңағы арнайы платформада көрініп тұрады.